Мені 57 миллионға тонап кеткен кезде, енді мен енді бухгалтер емеспін ғой енді. Образование жоқ, базарда тұрдық, сауат жоқ. Біз не істейміз? Бір бухгалтер жалдаймыз. Сол не жазып береді? Соған жүгінеміз цифрасына. Сөйтіп жүрген кезінде жаңағы бухгалтерім красиво мені қалтамнан ақша алып жүрген. Кейін өзіміздің бір кетте резиденттің қыз бар, Лаура деген, соған аудиторский проверка жасашы дегеннен кейін жасаса 6 айдың ішінде, 6 ай, соңғы 6 айдың ішінде. Ауыз мен жанымда 4-5 жыл болған жүргеніне. Соңғы 6 айда 57 миллионға мені минусқа отырғызып кеткен. Неге? Потому что менің өзім сауаттылығым жоқ бухгалтериядан. Ол маған не жазып береді? Соны мақұлдаймын. Сөйттім де, ашуландым да, мен түсіндім, что егер мен бизнесті дамытам десем, мен өзім сауатты болуым керек. Сөйттім де, команда программистер жинадым да, өзімнің жеке Ерлан Ерке атты программасын CRM системасын ойлап таптым. Жазып шықтық. Енді қазір осыған сұраныстар болып, осыны уже арендаға, я болмаса программа сатып жатырмыз уже.